Сәлем достар, 5 сынып математика пәнінен 397 есеп. Дауыс бөлшектеу, буыз бөлшектеу. 4-тен бір, 5-тен 2, 2-ден 3, 12-ден 7, 13-тен 13, 23-тен 8, 10-нан 17, 34-тен 31, 7-ден 9 бөлшектеуінен дауыс бөлшектеуді бір қатауға, буыз бөлшектеуді екінші қатауға теріп жазыңдар. Бұл жақта дауыс бөлшектеу ол 4-тен 1, 5-тен 2, 12-ден 7, 23-тен 8 және 34-тен 31. Буыз бөлшектеу 2-ден 3, 13-тен 13, 10-нан 17 және 7-ден 9. Егер бөлшекте алымы кем болса, ал бөлімі үлкен болса, ол дауыс бөлшекке жатады. Ал керісінше алымы үлкен болса, ал бөлімі кем болса, онда ол буыз бөлшектеуге жатады. Тағы да егер бөлшекте бөлімі де алымы да тең болса, ол да буыз бөлшекке жатады. Сау болыңдар достар.